Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен тағы да мен Азиза. Сіздерді осы каналда көргеніме қуаныштымын. Ендігі кезектегі біз таныстыратын ойыншық ол Dino Kart ойыншығы. Яғни бұл смарт карта оқу құрылғысы балаларға арналған. Жалпы өздеріңіз көріп отырғандай Dino Kart'тың қаптамасы өте компактный, ыңғайлы, алып жүруге де, сыйлыққа беруге де өте керемет. Және де осы біздің Dino Kart'ымыз екі түрлі түсте жүретін болады. Яғни бірі күлгін түсте болатын болса, бірі көк түсте, ұлдарға және де қыздарға арналған болады. Және де бұлардың ішінде ешқандай айырмашылық жоқ. Тек қана түсінде ғана ұлдарға, қыздарға сыйлыққа берсеңіздер болады. Жалпы ішін ашып көрсетейін. Осындай қорапшада екі карталар болады. Картаның жалпы саны 112 картаны құрайды екен. Одан кейін жалпы Dino Kart осындай қаптамада жүреді, яғни қорғанышы болып табылады. Осылай, мінекей қарап отырсаңыздар, өте керемет балаларға арналған болады. Қызықтыратын динозаврдың келбетінде, яғни пішінінде жасалған. Одан кейін бұл бізде зарядталады. Осылай зарядкаға қойып, егер бітіп қалса зарядкасы, осымен зарядтасаңыздар болады. Жалпы қазір біз сіздермен осы Dino Kart ойыншығын қосып көрейік. Мына жерден off дегеннен онға ауыстырамыз. Сәлем, балақай. Қош келдің. Дауысы төмен болған жағдайда мына жерде мынау дауысын шығаратын батырманы басып, дауысын шығарып алады екенбіз. Енді мына жерден біз карталарды ашып көрейік. Өздеріңіз көргендей бізде бірнеше карталар бар. Яғни ол бізде түстер, жануарлар, тіпті мұғалімнің тақпақтары бар, яғни мұғалім жайлы тақпақтар бар. Қазір біз ашып салып көрейік. Мысалға, осы сөзді. Жіңішкелік белгісі коньки. Коньки тек қана осы бетінде ғана емес, келесі бетінде де бізде сөздер бар. Экскаватор. Мінекей, балаларға сөздерді үйреніп қана қоймай, әріптерді де үйрететін болады. Одан кейін біз мына жерден сандарды тауып алсақ болады. Мінекей. 3. Мына жерде 4. Одан кейін тек қана сандар емес, енді бізде жеміс жидектер мен көкөністерді де біз балаларға үйрете алады екенбіз. Банан. Алма. Келесі кезекте біз тақпақтарды, яғни балалар бізде тақпақтарды жаттауды онша қаламайды, қызықпайды, я? Ал осы Dino Kartпен сіз салып берсеңіз, осыны қайтала десеңіз, ол бірнеше рет қайталанғаннан кейін баланың есінде қалып қояды. Мінекей, тыңдап көрейік өзіміз. Құлыншақ, шапқылайсың даламен, дос болсайшы құлыншақ, мен сияқты баламен. Мінекей, керемет осылай. Сөздерді енді көктем жайлы тыңдап көрейік. Көктемде бүршік жарып ағаштар, құстар ұя салады, сылдыраған бұлақтар ағып бара жатады. Керемет. Мысалға, енді балаларыңыз тіпті түстерді де ажырата алатын болады. Мінекей, салып көрейік. Қызыл, сары. Одан кейін тіпті жануарларды, құстарды ажырата алмайтын болса, білмейтін болса, сөздерді үйренетін болса, мінекей осы жерден тапалады. Тоқылдақ. Түйеқұс. Мінекей, балаларыңызға сіздер осыларды салып, мысалға, бүйтіп атын көрсетпей айтсаңыздар болады, тапсырма ретінде. Яғни осы жануарды айтшы, атын білесің бе деген сияқты. Одан кейін келесі
көліктердің түрлерін ажырата алатын болады. Балалар, ер балалар мысалға көліктерге қатты қызығады. Олардың атауларын да үйренгісі келеді. Осы жерден оларды да таба аласыздар. Трактор, Трактор, автокөлік, автокөлік. Енді келесі картаны ашып көрейік. Мінекей, бұл жерлерде бізде ауа райлары, жыл мезгілдері, айларды көрсек болады. Мінекей, мына картаны біз салып көрейік. қыз, Қыз, күз, күз. Енді мысалға ауа райлары қандай екен? бұлт, Бұлт, келесі күн, күн. Одан соң бізде балалар айларды, 4 мезгілдерді де үйретсек болады. Мына жерде қарап көрсеңіздер. 4 мезгіл, Одан кейін ай, мінекей. Осылай балаларыңыздың дұрыс сөйлеуін, мысалға сөздерді, ауа райларын, жануарларды, тіпті әріптерді, сөздерді, сандарды ажырата алғанын қаласаңыздар, динокарт сіздерге көмекке келеді. Мына жерден қарап отырсаңыздар, тіпті жануарларды, көкөністерді, жеміс-жидектерді, қандай мамандықтар бар, соларды, көліктерді, тіпті мысалға жануарларды, барлығын үйретеді. Және де тақпақтарды да осы жерден таба аласыздар. Балаларыңызға оңай және де тиімді түрде сөздерді үйретіп жаттата аласыздар. Сіздерге өте керемет аналарға арналған құрал.